Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге тонзиллит, ангина жайлы ақпарат бермекшімін. Тонзиллит дегеніміз бадамша бездерінің қызарып, ісініп, қабынуы. Бадамша бездері ағзамызда жергілікті иммундық қызметті атқарады. Яғни ағзаға түскен инфекцияны ары қарай өткізбей, осы бадамша бездерінде ұстап күреседі. Тонзиллит негізінен вирусты, бактериалды және саңырауқұлақты болып үш топқа бөлінеді. Сирек саңырауқұлақты түрі кездеседі, ал ең жиі кездесетін түрі вирусты және де бактериалды түрлері. Вирусты тонзиллит кезде температура көтеріледі, мұрыннан су ағу және жөтел болуы мүмкін. Және бұл кезде тек симптоматикалық ем қолданылады. Яғни температураны түсіру үшін және тамақтағы ауру сезімін басу үшін ибуфен немесе парацетамол баланың салмағына қарай беріледі. Және тамақты антисептикалық препараттармен шаюға болады, және көп мөлшерде сұйықтық ішу ұсынылады. Вирусты тонзиллит кезінде антибиотик мүлде ұсынылмайды, өйткені ол вируспен шақырылған тонзиллит болғаны үшін. Ал бактериалды тонзиллит дегеніміз қоздырғышы бета-гемолитикалық стрептокок болып табылатын бадамша бездерінің ісінуімен жүретін бактериалды инфекциялық ауру. Бактериалды тонзиллит кезде дене қызуы 1-39-40 Цельсий градусқа дейін көтеріледі. Бұл кезде түшкіру, көздің жасаурауы, мұрыннан су ағу, жөтел болмайды. Яғни температура 1-ден көтеріліп, бадамша безі ісініп, жұтынғанда қатты ауру сезімі болады. Тіпті су іше алмайтындай қатты ауру сезімі болады. Және жергілікті лимфа бездері ұлғаяды. Жақ асты, мойын алды, мойын арты лимфа бездері ұлғаяды. Бактериалды тонзиллитті қалай анықтаймыз? Ең алдымен стрептотест арқылы. Ол экспресс әдіс болып табылады. Егер оң шығатын болса, онда бірден антибиотик бастай беруге болады. Екінші, стрептококқа тамақтан алған жағындыны тексереміз. Егер ол жағындыда стрептококқа оң болып шығатын болса да, антибиотик қабылдау беру керек. Үшінші, жалпы қан анализін тапсырамыз. Егер жалпы қан анализінде бактериалды қабынуды білдіретін болса, яғни лейкоциттердің мөлшері жоғарылап, нейтрофильдердің мөлшері жоғарылаған болса, антибиотикті қабылдаймыз. Антибиотик 10 күнге баланың салмағына, жасына қарай жеке тағайындалады. Егер бактериалды тонзиллит екеніне сенімді болғанда, кешіктірмей антибиотикті бастаған жөн. Өйткені 2 аптаның ішінде емделмеген тонзиллит жүрекке, бүйрекке, буындарға әсер етіп, асқыну тудыруы мүмкін. Яғни жүрекке және буындарға шауып, ревматикалық қызба туындатуы мүмкін, ал бүйрекке шауып, гломерулонефрит туындатуы мүмкін. Ал бұл асқынулар өмір бойы емдеуді қажет етеді. Егер сіз тонзиллитпен жиі ауыратын болсаңыз, лор врачқа барып кеңесін алғаныңыз жөн. Және қазірде бадамша бездерін жуып тазалауға арналған тонзиллор аппараты арқылы жууға болады. Тонзиллор аппаратына бадамшаны жуып тазалатқаннан кейін біразға дейін ангина болмай, мазаламай жүреді. Ал егер емге қиын көнетін, жиі қайталана беретін тонзиллит болатын болса, онда лор врачымен кеңесіп, оны алып тастау ұсынылады. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.